балалардың киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету өте маңызды, өйткені бұл оларды цифрлық әлемде қорғауға бағытталған. Балалар күн сайын интернетте орта есеппен 6-7 сағат уақыт өткізеді. Көбінесе достарымен хабарламалар арқылы сөйлеседі. Жасөспірімдердің 90%-дан астамы күніне 100-ден астам мәтіндік хабарлама жібереді. Ал мобильді құрылғыларды пайдалану барған сайын танымал болуда. Онлайн байланыс олардың өмірдің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл олардың әлеуметтік дағдыларын және қоршаған ортамен қарым-қатынасын қалыптастырады. Мәтіндік хабарламалар кез келген басқа онлайн байланыс түрлері сияқты балалар мен жасөспірімдер үшін белгілі бір қауіп-қатерлер тудыруы мүмкін. Кибербуллинг. Кибербуллинг бұл адамның немесе топтың басқа біреуге қорқыту, тіл тигізу немесе қорлау мақсатында хабарламалар жіберуі. Бұл жәбірленушінің психологиялық жағдайына ауыр әсер етіп, стресс, мазасыздық және депрессия тудыруы мүмкін. Фишинг және алаяқтық. Алаяқтар мәтіндік хабарламалар арқылы адамдарды алдап, оларды зиянды сілтемелерге өтуге немесе жеке мәліметтерін, мысалы банк карталарының деректерін беруге итермелеуі мүмкін. Жеке ақпараттың таралуы. Балалар мен жасөспірімдер мәтіндік хабарламалар арқылы өздерінің жеке немесе құпия ақпаратын байқаусызда таратуы мүмкін. Бұған фотосуреттер, байланыс мәліметтері, геолокация және басқа да деректер кіреді. Оларды қаскүнемдер өз мақсаттарына пайдалана алады. Мәтіндік хабарламалардағы мәселелерді анықтау киберқауіпсіздікке байланысты қауіптер мен жағымсыз мінез-құлықтың алдын алуға көмектеседі. Назар аударатын белгілер. Күтпеген мінез-құлық өзгерістері. Бала кенеттен тұйықталып, мазасызданып немесе депрессияға ұшыраса, бұл оның мәтіндік хабарламалардағы қиындықтарға тап болғанын көрсетуі мүмкін. Құрылғыларға қатысты құпиялылық. Егер бала телефонын немесе компьютерін өзгелерден жасыруға тырысса, экранды күрт өзгертсе, бұл проблемалық сөйлесулерді жасыру ниетін білдіруі мүмкін. Онлайн әрекеттері туралы ашық айтпау. Егер бала кіммен сөйлесіп жатқанын немесе қандай хабарламалары алатынын талқылаудан қашса, бұл оның мәтіндік хабарламалардағы қиындықтармен бетпе-бет келгенін көрсетуі мүмкін. Бейтаныс адамдардан күтпеген хабарламалар алу. Егер бала күтпеген жерден бейтаныс адамдардан хабарламалар ала бастаса, немесе жаңа достық сұраныстар көбейсе, бұл алаяқтық әрекеттердің белгісі болуы мүмкін. Хабарламаларға реакция. Балаға келіп түскен хабарламаларға оның реакциясын бақылау маңызды. Егер ол қорқыныш, алаңдаушылық немесе көңілсіздік танытса, бұл жағымсыз байланыс белгісі болуы мүмкін. Онлайнда шамадан тыс уақыт өткізу. Балалардың интернетте көп уақыт өткізуі қалыпты жағдай болғанымен, егер бұл ұйқыға, оқуға немесе жеке қарым-қатынасқа кері әсер етсе, бұл қиындықтардың белгісі болуы мүмкін. Стрестің физикалық белгілері. Бас ауруы, ұйқысыздық, тәбеттің төмендеуі сияқты физикалық белгілер де жағымсыз онлайн қарым-қатынастың немесе кибербуллингтің салдары болуы мүмкін. Мәтіндік хабарламалардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету өте маңызды, өйткені бүгінгі таңда байланыстардың көпшілігі онлайн жүреді. Киберқауіпсіздік негіздерін үйрету. Балаларға жеке ақпараттың құпиялылығын сақтаудың маңыздылығын түсіндіріңіз. Олар үй мекен-жайы, телефон нөмірі, мектеп куәлігінің деректері сияқты ақпаратты бөліспеу керектігін білуі керек. Құпиялылық параметрлерін пайдалану. Балаларға әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі құпиялылық параметрлерін реттеуді үйретіңіз. Сонымен қатар, ата-ана бақылау бағдарламаларын қолдануды қарастырыңыз. Тұрақты қарым-қатынас орнату. Балалар мен онлайн әрекеттері туралы ашық сөйлесіңіз. Оларды өз тәжірибелеріңізбен бөлісуге ынталандырыңыз. Ақпараттың шынайылығын тексеруді және сілтемелерге өтпес бұрын мұқият болуды үйретіңіз. Жеке ақпараттың құпиялылығын сақтау жеке деректердің таралуының алдын алады және цифрлық кеңістікте киберқылмыстардан қорғайды. Әлеуметтік медиа балалар мен жасөспірімдердің қарым-қатынасына айтарлықтай әсер етеді. Оның ең қауіпті жақтарының бірі кибербуллинг. Балалар қорлау, бопсалау және құрдастарының қысымына ұшырауы мүмкін. Әлеуметтік медианы шамадан тыс пайдалану тәуелділікке әкелуі мүмкін. Бұл оқу, отбасы міндеттері және шынайы қарым-қатынастарға зиянын тигізеді. Балалар жеке ақпаратты кездейсоқ бөлуі мүмкін.
және де бұл алаяқтар тарапынан пайдаланылуы мүмкін. Виртуалды қарым-қатынасқа тым әуестену нақты өмірдегі қарым-қатынас дағдыларының жоғалуына және әлеуметтік оқшаулануға әкелуі мүмкін. Балалар орынсыз немесе зиянды контентке тап болуы мүмкін. Бұл олардың эмоционалдық және психологиялық жағдайына теріс әсер етеді. Балалардың интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету ата-аналардың, мұғалімдердің және балалардың өздерінің бірлескен күш-жігерін қажет етеді.